Assalamualaikum arkadaş. Buna kadınlarınıza gülürsün, soğuktan bolsun. Barşanız sonra Akdebet Kokstau'dan her yerden kelip jatsızlar. Meşhur Yusuf atamızın, babamızın basını ziyaret etip. Ben özüm negizde Kokstau ulusu Valefan Baldan'ın avantgard takkosunun ekінші әділінде салға деген ауылдың тумасы болам. Қазбек Қасымов деген сері ақын, ютубта каналым бар. Мен ақын, композитор, балуан, Алғашқа белгілі жерлестеріміз болам. Көлгіннен бергі 2 бассыз қаласын тұрып атым. Мәшһүр Жүсіп негізі менің атам, менің руым Қаракесек. Нағашы жұртым Қарауыл, шешем Қарауыл. Сол енді бұл кісі Мәди атаммен жақсы қарым-қатынасты болды. 1921 жылы Тақабай жаңағы не жасап, жала жауып Мәди атамызды түрмеге қамағанда, сонда бұл кісі жаңағы түрмеге азық-түлік апарады. Ол кездегі жаңағы қазіргідей шай темекі емес, бір қарым май, сүр ет, азық арта, қымыз қымыран, ірімшік, бал, шай дегендей сондай дүниені апарады. Сонда бұл кісі өзі 16 жыл Бұқарада оқыған адам, бұл кісі өзі сондай бір қайталанбас тұлға, қазақтың этнограф, жазушы, тарихшы, шежіресі мәшһүр Жүсіп. Бұл Мәшекеңнің бір ауыз сөзі бар: өлушінің күні жетпей, өлтірушінің қолы жетпейді. Міне қараңыз, бір ауыз сөзбен ажал вопросын шешіп тұрады. Енді бұлай алып қарасаңыз, қазір сізді балшалатса, аспаннан ажал келмес сіз өлесіз. Сонда айтады жаңағы өлушінің күні жетпей, өлтірушінің қолы жетпейді деген осы Мәшекең. Ал енді Мәшһүр Жүсіптің өзінің Қарамес деген шежіре кітаптары бар. Жаңа бір сауап жайын айтайын дегенім, сауап дегеніміз бұл дүниеде барлығымыздың нәпсіміз бар. Нәпсі тойымсыз, нәпсіге не керек? Оған жиып, бима, ақша, атақ, мансап. Ол тойымсыз. Бірақ біз жанның амалын өкінішке орай көбі жасамаймыз. Біздің аталарымыз осы Мәшһүр Жүсіпте жанның амалын жасаған. Сұлтан Махмұт Торайғыр, қайсысы болсын жанның амалын жасаған. Жанның амал деген былай, біздің Абай Құнанбаев айтады: харекет пен әрекет бар. Әрекет бұл бала-шағаның қамы үшін, харекет халық үшін. Осы кісілердің жаңағы тұлғалардың бәрі қаңғысатпай қойып, Шәкен Аймақовтың жаңағы харекет жасаған, харекет халық үшін. Сонда қараңыздар, енді бұл жанның амалы, мысалы, жерде бір жолаушылар жүрген асфальттың үстінде бір тас жатса, соны ешкімге жарнама қылмай, бір Алла ғана куә болып, Алланың жаңағы сауаптан болсын деп алып тұрсаңыз, бұл көрге келгенде ар жағына көрмен бірге кететін амал екен. Болмаса мешітке бір тәпішке тастасаңыз, оны біреумен киіп алып намаз оқыса, сізге әлбетте сол жаңағы тәпішкемен дәреже алған намаз оқыған адамның жартылай 70% сауабы сізге барады. Міне қараңыз. А біздің қазір өкінішке орай не жинап жатырмыз? Біздікі тек анау мынау осындай жағдайда өкінішке орай. Бірақ осындай да амалдар бар. Бір тәпішті бір жерге апарып тастасаңыз, кім тартса соны сауабы келеді. Или машинаның артына альхамдулиллах деп жазып қойсаңыз, кім оқыса, сізге жатпай сауап шығады. Сонда субханаллах, альхамдулиллах. Ла иляха илля анта субханика инни кунту минназ золимин. Жаңа көбінесе кісілер келеді, байлар мешітке келіп жаңа лақтырып ақшасын көрсе, ол рия дейді араб тілінде. Рия деген орысша реклама, қазақша жарнама деген сөз. Сонда біз жаңағы сауапты жасауымыз керек, Алланың разылығы үшін. Той сойсаңда Алланың разылығы үшін. Мына Мәшекеңнің басына келгенде бұл кісінің аруағына табынып емес, бұл кісіні аруағына себепкер етіп, Аллахтан дұға жасау. Көбінесе ширк болып жатады. Бұл кісіден жаңағы сұрап атады, бұл кісіден үйтіп атады. Ондай болмайды. Ол енді дінден кішкене хабар болу керек, ірім болу керек, білім болу керек, айналайындар. Біздің жаңағы Жанбатыр Қажы деген Көкстау жақта болған Атығай Қаралы. Сол кісі айтады, өлушінің бұл өмірде не мықты, ажал мықты, мықтылық көп жанды күнге жерге түспейді. Бүгін барын жеткен жоқ. Осы қамшының сабындай ғана да дүниеде өмірде біз бірін-бірімізбен ойнап тұрып қана жүру керек. Ешкімге ренжімейді.
осындай жаңағы несібесін ішіп жеп, бірақ халыққа қызмет көп жасау керек. Халыққа кім қызмет жасайды, соны Аллах жақсы көреді. Аллах жақсы көрмейді, жиі барды. Аллах жақсы көрмейді, жиыласы бар. Аллах жақсы көреді, халыққа кім қызмет жасайды, соны жақсы көреді. Мысалы, Илон Масктың интернет жанында жасатын екен, видеосын бәрін көріп отырмыз. Ол халыққа көп қызмет жасамайды. Соны жаңа айтып отырмын, мына қаныш сатпаевтың іздеген қазба байлықтарын біз осы күнге жеп шығып отырмыз. Көмірін, алтынын да жаңағы күмісін де бәрін алып, алюминийін де. Халыққа қызмет жасамайды. Соғысқа бір зеңбіректердің оқтарын балқашына кеткен әлекей. Танкыға неге? Фромдан. Соғыстың тауып кеткен байлығын неге халыққа жасаған. Ана кешегі ыбырай алтын сарындар. Екке басқан. Соған жаңағы байлар болу керек. Біздің қазақтың идеологиясына көмектесіп, идеясын ұстайтын, ол қайсы болсын, ақыны болсын, серісі болсын, қандай бір мейлі қазақ болса, соны қолдауымыз керек. Бетіме біреуді қолдай бермеді. Анау айтты, мынау айтты. Соны қазіргі заманда ақиқатқа айтында шындықты шыңғыртатын заман. Мынау ақын болсаң міне осындай жасырма, ұлықтарға, құлықтарға бас ұрма, өмір бойы өтірік айтып отырған үшін бірақ рет айтып жатырма. Халық болып айта алмасақ шындықты, шындық неге осыншама тұншықты, бүкіл ел болып айыра алмай қалармыз, кім ақылды, кім ақымақ, кім мықтылы. Шындықтың өзінің айтуының өзі сауап қой, айналмайды. Шындықты жасырып қалдың ба көріп тұр, оның өзі кінә. Ал егер ақиқатты айқындап, қараны қара деп, ақ деп сөйлегеннің адамның өзі сауап алады. Бұның бәрін біз 24 сағат бойы Алланың жолында отырған пендеміз. Бір күні Аллахтың кнопкасы басылады, біз сол жоқ құрамыз. Сонда жаңағы Мәшһүр Жүсіп айтып неде? Өлушінің күні жетпей, өлтірушінің қолы жетпейді. Ол ажал келетін бір. Ана Жан-Батыр Ақамыз айтады. Бұл өмірде не мықты, ажал мықты, мықты көп жанды көп жеткенде кірмейді. Мінекей. Сондықтан біз жаңағы қайрандап жүре бермей, істейтін амалдарымызды жаңағы отне көтетін амалды көп жасау керек. Мына нәпсінің емес, нәпсіні көр, шул, ақша, долы жаңа айтып жатырмын ғой. Сондай сауап деген сол болады. Ал енді бір бата беріп жүрейін, қабыл болсын. Астағфируллах, 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 Аллахумма сәлмика сәлам табаракат я жал-жалал вал икрам, я Аллах тағала дастықандары жоқ, уайымбайлары жоқ. Шаңырақтарын дейін босағанын беріп болсын, Алла тағала бастарыңызды бәле-жәлдерден, кәпірлердің қаламынан, дұшпанымыздың көзін көзінен, тілін тілшісінен, ашашықтан, судың тасқынан, тары босағадан, мезгіс ажалдан сақтасын. Тек қана Алла тағала сіздерді мезгіс ажалдан сақтап, жайқалып, құлпырып, ұрпақтарыңыз өсіп, ел үшін еңбек ететін ер азаматтарды келін балалар табуға көп нәсіп етсін. Елінде еңірейтін азаматтар көп табыңдар айналайын. Біздерге мынау жарқырап жүретін қыздар таппаңдар. Біздерге ел үшін, елдің етегін ұстайтын, жау келсе ерім деп шыңғыратын сондай ер адамдар табылса екен деп соны тілеймін Аллахтан. Және осы Мәшекеңнің аруағын себеп береді. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.